Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы дойбы ойынның шығу тарихы. Мақсаты дойбы ойынның шығу тарихынан мәлімет беру, дойбы ойын тақтасының құрылымы, таңбалауы туралы білім беру, олардың орналасуымен таныстыру, ойын ережесінің алғашқы мәлімет беру, дойбы ойынына деген қызығушылық тудыру. Техника қауіпсіздік ережелері. Техника қауіпсіздік ережемен танысу. Үй жағдайындағы жаттығулар орындау кезінде қауіпсіздік ережелер. Жалпы орындайтын жерді тазалығы, қасыңызда кедергі болатын сынатын заттарын алып тастау, денені қыздырмай тұрып жаттығуға кіріспеу. Техника қауіпсіздік ережелерін сақтау. Жалпы дамыту жаттығуларын бірге жасайық. Мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ойын тарихы. Дүниежүзілік дойбы федерациясы 1947 жылы құрылған. Оған 30-дан астам ел мүше. Дойбы біздің заманымыздан 2,5 жыл шамасы бұрын Мысыр елінен пайда болған. Қазіргі таңда дүниежүзілік 13 елінде әр түрлі атаумен өзіндік ережесімен ойналынады. 1894 жылы дойбы орыс дойбысынан алғашқы дүниежүзілік чемпионат өтті. Дүниежүзілік олимпиада 1986 жылынан халықаралық дойбыдан, дүниежүзілік чемпионат 1984 жылынан халықаралық дойбыдан, ал орыс дойбысынан 1985 жылынан өткізіліп келеді. Қазақстанда дойбыдан ресми жарыстар 1935 жылынан бері өтіп келеді. Кейбір деректерге қарағанда дойбы қазақ жеріне 1740 жылынан шамасында келген. Абайдың атасы Өскенбай, өз әкесі Құнанбай, атақты Кемпірбай, ақын және олардың көптеген замандастары дойбының құмарта ойнаған. Абайдың Жидебайдағы мұражайында ұлы ақынның дойбысы әлі күнге дейін сақталып тұр. 1956 жылынан бастап жүз шашымға дойбыдан Қазақстан чемпионаты өтіп келеді. Дойбы ежелгі спорт ойыны. Дойбы ойнау үшін дойбы тақтасы және 12 тас керек. Дойбы тақтасы 64 шашымға бөлінген. Ойын екі ойыншы арасында ойнанылады. Дойбы логикалық ойлауын дамытады. Бұл өте қызық ойын. Дойбы тастары 12 ақ түсі, 12 қара түсі. Орыс дойбысының тақтасы. Дойбы тақтасында 64 шашым бөлінген. Ол 32 ақ түс, 32 қара түс. Тақтада 24 тас болады. Екі адам 12 таспен ойнайды. Халықаралық дойбы тақтасы 100 шашынға бөлінген. Ол 50 ақ түсі, 50 қара түсі. Тақтада 40 тас болады. 20 таспен 2 адам ойнайды. Үйге тапсырма. Қазақтың тұңғыш дойбы шеберлері атты тақырыпқа реферат жазу. Назарларыңызға рахмет.